Ыстық күнде терлетпейтін сорпа түрі окрошканы дайындайтын боламыз. Орыс халқының ұлттық тағамы болып саналады. Мынандай күнде нағыз салқындататын сорпа. Баршаңызға сәлем. Бүгін менімен бірге окрошка дайындаңыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: піскен жұмыртқа, картоп, қияр, колбаса және көк шөптер. Ең бастысы жаңа піскен редиска. Окрошканың неше түрлі рецептілері бар. Мен өз рецептін ұсынамын. Ең алдымен қиярды текшелеп турап аламыз. Жұмыртқаны, картопты және редисканы терканың үлкен көзінен осылай етіп өткізіп аламыз. Одан кейін колбасамызды да текшелеп, майдалап турап аламыз. Әркім өз қалауынша көк шөптерді қосса болады. Менде бұл жерде укроп пен петрушка өте жақсы дәм береді. Осы орайда қазақша каналды қолдап, комментарий жазып, лайк баса кетіңіз. Окрошканы жасайтын табағымызға айран құйып аламыз. Менде бұл қолдың айраны. Және жаңағы тураған көкөністеріміздің барлығын осыған салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саласыздар. Және минеральный су, сарыағаш немесе әсемай өздеріңізге байланысты салып құясыздар. Бір түнге араластырып қойып қоясыздар. Ол ашу керек. Сол кезде дәмі күшті және ыстық күнде нағыз салқындататын керемет тағам болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.